Бірақ уақыт өте келе ол жер қатады, ұлғаяды да ұйыған қан пайда болады. Міне сол ұйыған қан жүрекке не миға барып, жолды бітеп тастаса, инфаркт не инсульт содан болады. Біздің тамырдың ішін өте жұқа бір қабат қаптап тұрады, оны эндотелий дейді. Сол қабат тамырдың қорғанышы. Ол тегіс болғанда, қан тамыр ішінде еркін ағып өтеді, тіпті магниттің үстімен сырғанап жүргендей жеңіл қозғалады. Бірақ қант пен темекі осы нәзік тепе-теңдікті бұзады. Қандағы артық қан тамырдың ішкі бетін күйдіріп, оны кедір-бұдыр қылады. Ал темекіде дәл солай әсер етеді. Сөйтіп, қан қоюланып, эритроциттер бір-біріне жабысып, шоғырланып қалады. Яғни қан қоюланып, баяу аға бастайды. Бұл тамырдың қабынғанын білдіреді. Осындай жағдай жылдар бойы қайталана береді. Әр шеккен темекі, әр артық жеген тәтті тамырға кішкентай жара салады. Ал жараның үстіне холестерин жабысып, біртіндеп бітелу басталады.